Менің аты жөнім Ольга Германовна Тим. Мен Қаныш Сәтбаев атындағы гимназияның директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасармын және қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Мен жастайымнан қазақ тілін қалай үйрендім десеңіз, мен қазақтың арасында өстім, солай қазақ тілін меңгердім. Енді қазіргі таңда қазақ тілін меңгеру өте қиын болып тұр. Өйткені қазағымыздың өзі орысша сөйлейді. Үйде орысша сөйлейді. Біз мектепте балаға қазақшаны қалай үйретсек те, мысалы қазақ баласы болса, ол үйде қазақша сөйлеу керек. Ата-анасымен, ата-әжесімен солай тілді меңгереді. Енді қазіргі қазақ балалары қазақша білмесе, олар өседі. Олар да ана болады, әке болады. Қазақша білмесе, балаларына қазақ тілін қалай үйретеді? Қазіргі таңда әлемде сол қиын жағдайлар болып жатыр. Енді Аллаға шүкір, еліміз тыныш, жұртымыз аман болып өмір сүріп келе жатырмыз. Мемлекеттік тілді меңгеру еліміздің әр азаматының борышы деп ойлаймын. Біз Қазақстан Республикада тұрып жатырмыз. Қазақ тілін меңгеру әр еліміздің азаматы үшін ол парыз деп ойлаймын.